Ұлы Абай айтқандай, артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге деп, әр кітаптың адамға берер тәлім тәрбиесі, өнегесі, өмірлік сабақтары үлкен рөл атқарады. Құрметті кітап сүйер оқырман қауым, жаңыңызға азық болар жаңа кітаптармен таныс болыңыздар. Фольклор танушы ғалым Ақеділ Тойшанұлының түрік халықтарының әдет-ғұрыптары атты монографиялық еңбегінде туысқан түркі елдердің еңбек кәсіп салттары, аңшылық, саятшылық, малшылық кәсіп фольклоры, көне наным сенімдер жоралғысы, маусымдық ғұрып үлгілері берілген. Белгілі кинодраматург, режиссер Ермек Тұрсыновтың Мәмлүк кинороманы 13 ғасырда Мысырды билеген Аз-Захр бейбарыс жайлы баяндайды. Романда автор інжілдік абыздар мен пайғамбарлар, дін жолында азап шеккен әзіз жандар туралы жазған. Сонымен қатар Ермек Тұрсыновтың Мұстафа Шоқай, Келін, Құрақ көрпе, Қара шаңырақ, Мелочи жизни, Билет в один конец, Кирпич атты кітаптары да түсті. Жазушы, сыншы Ергөбек Құлбектің Қазақ-Әзербайжан руханият сабақтастығы атты кітабында 20 ғасырдың бірінші жартысында Қазақ-Әзербайжан әдеби байланыстары жайында деректі материалдар берілген. Алаш танушы, жазушы, әдебиет танушы Елдос Тоқтарбайдың Ильястың Ресейдегі іздері атты кітабында Илья Жансүгіровтің өмірі, шығармашылығы, қоғамдық мәдени қызметі архив құжаттары негізінде жазылған. Алаш Орда ісі 1920-1940 жылдар құжаттар мен материалдар атты кітаптың 12 томдығында Алаш Орда үкіметі мүшелерін жою шаралары, айыптау істері, реабилитация материалдары берілген. Құрметті оқырмандар, кітапханаға басқа да жаңа әдебиеттер түсті. Ақылына ақы сұрамайтын, ең құнды қазына болып табылатын кітаптың кез келген жанға берері мол. Келіңіздер, оқыңыздар.